Бұл номер 3 Бескөл орта мектебі. Білімнің теңізінде жүзіп келе жатқан алып кеме. Осы алып кеменің желкенін керіп, бағытын дұрыстап, қайранға шығып қалмауын қадағалап отыратын бұл әрине де аяулы ұстаздар екені ақиқат. Солардың бірі тәжірибесі мол, тәлімді ұстазымыз бастауыш сынып мұғалімі Айнагүл Қазиханқызы. Бізге қазір әліппе сабағы, әліппені бастамас бұрын біз таңғы жаттығуымызды жасап алайық. Айнагүл Қазиханқызының біліктілік санаты педагог-эксперт. Ол өмірінің 30 жылға жуығын осы салаға арнаған маман. Ұстаздан шәкірт озар демекші, бүгінгі таңда Айнагүл Қазиханқызының алдынан түлеп ұшқан алғашқы балапандары өз алдына отау құрып, балаларын балабақшаға беретін жасқа жетіп қалған. Сол есімде қалды. Ең бірінші ол кезде өзім де жас болдым. Бірінші алдым. Ұстаздық жолын бірінші сол балалармен бастағам. Солар бір ерекше көрінеді. Әлде де ауылға барғанда қуана қарсы алып, сондай құшақ жайып, түн демейді, күн демейді, үйіме келгенімді естісе, іздеп келеді. Енді олар енді барлығы отбасын құрып жатыр мінекей. Сол қуаныштарында болып жүрмін, шақырады. Жасы үлкен болса да, Айнагүл Қазиханқызы жастардан еш қалыспайды. Ол жаңартылған білім беруде озық технологияларды да жетік меңгеріп алған. Сабақ беру кезінде де оқушыларға түсінікті болу үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданады. Әртүрлі қазір жаңа бағдарлама бойынша түрлі технологиялар бар. Соның әрбіреуін аздап болсын қолдануға тырысамын. Ойын технологиясын көбіне алам, балаларды ойын түрінде қызықтырап, балалардың қызығушылығын оятып, және де мынау сын тұрғысынан ойлау, балалардың тілдерін дамытуға, сондай технологияларды көп қолданамын. Мұғалімдер күніне орай тәжірибелі ұстаздың өзінің әріптестеріне айтар игі тілегі де бар екен. Өзімнің әріптестеріме еңбектері жемісті болсын, алдарындағы оқушылары алғы жетістіктерге жетіп, өздерін жоғары дәрежеде көрсететіндей болсын деп тілек білдіремін. Дендері сау болып, мынау заманымызды еш болып, мынау кең кезге оралатын болайық деп тілек білдіремін. Айнагүл Қазиханқызы өз ісінің білгірі, әрі әр сабағына ерекше жауапкершілікпен және сүйіспеншілікпен қарайды. Сондықтан оқушылары да өз ұстаздарына махаббатпен жауап береді. Нағыз үлгі тұтарлық педагог осындай болу керек. Айнагүл Қазихановна, сізді мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Мен сізді қатты жақсы көремін. Бақытты болсын, денсаулық тілеймін. Өмір тілеймін, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіздермен болған Асылжан Карбай, мұғалімдер күні құтты болсын.